ауылым туралы бір-екі ауыз айтқым келіп отыр. Мен Қызылорда қаласының іргесіндегі Абай ауылының тумасымын. Апам 1941 жылдың 16 сентябрінде дүниеге келдің деп отыратын. Қазір бір-екі ғана үй қалды ағайындардан. Болмаса ол кездерде жақын туыстар ауылда көп болатын. Балалық шағымның ізі қалған сол мекенге өте жиі болмаса да барып тұрамын. Ауылым алтын бесігім дегендей, ауылға кіре бергеннен өткен балалық шағым әрдайым есіме түсіп, сол кезеңдер көз алдымнан елестейді тұрады. Ол кездегі балаларды осы уақыттағы балалармен мүлде салыстыруға болмайды. Біздің кезіміздегі балалар сәл аңқаулау, жылы жүректі болатын. Ол кезде ересек балалар үстіне ілінгенін киіп, тіпті мектепке жалаң аяқ баратын. Біздің ауылдағы сол кездегі білім ошағы мектебі 7 класспен ғана шектелетін. Мен сол мектепке 1949 жылы бардым. Ол кездерде ас ауқат, киім кешектің тапшы кезі. Маған арнап Әбен Ақсақал Өңгіт Орақтың ағасы, Өңгіт Орақтың ағасы үйде етік тігіп отыратын. Мектеп табалдырығын аттаған жылы, ол кісі 1-ші класқа баратын жылы, ол кісі бүгін 6 әкелмесең, етігіңді түкпеймін деді. Мұны ойыма алып, ойымнан шықпай содан сабақ бітіп оқушылар үйіне қайтып кеткенде, мен класстан шықпай отырып алыппын. Содан мұғалім Досеке Ақсақал, сен неге кетпейсің деп сұраса, әкем 6 әкелмесең, етігіңді түкпеймін деді деппін. Сонда ол маған, мә саған 6 деп, дәптердің бетіне бадырайтып, алтына қойып берді. Енді ойлаймын, сол енді қайран балалық шақ десеңші. Сол Досеке Ақсақал кейін кездескен сәттерімде, мен азамат болған кездерімде, мынау 6 алған жігіт пе деп, сол аңғал қылығымды жимейіп еске алатын тұғым. Ауылдың айналасы көл тоғай, жиделер, биік құм төбелер болатын. Соның ең көзге түсері ауыл іргесіндегі Дарбас деген үлкен биік құмды төбе болатын. Ауылдың балалары жиналып, ауыл айналасындағы тоғайға барып, жиде, қарамық, собық, құмнан жуа, көсік теріп, көлге соны Дарбастың қасындағы көлге шомылып, кешке үйге ойнап жүріп, үйге қайтатынбыз. Енді алғашқы ауылдың аты Дарбас екен. Дарбас атты ең биік құм төбе болатын. Сол төбе сол Дарбастың атымен аталатын. Ауылға іргелес Тілемжайған, Жыңғылдыкөл, тағы басқа майда шағын ауылдар болатын. Біздің ауыл ел ерте қоныстанған болған. Олай дейтінім, патша жарлығымен
қазақтарды 1916 жылы соғысқа ала бастағанда, осы ауылда Күлман деген ақсақал сол соғысқа қатысқан екен. Ал Мұхамбетқали деген бір ақсақал болған. Ол айтып отыратын, мен ең бірінші колхоз бастық болғанмын, печатым бар еді деп отыратын еді жарықтық. 1920 жылдардың аяғына таман депортация кезінде жер аударған, қиыр шығыстан жер аударған кәрістерді осы ауылға қоныстандырған, біздің ауылға қоныстандырған. Сөйтіп интернационал колхозын құрып, жаппай жергілікті тұрғындарды колхозға мүшелікке тартып, ауыл тұрғынының саны бірнеше есе өсіпті. Үлкен ауылға айналған сол жерде. Кәрістер келе сала қатар-қатар үйлер салып, қоржынды үйлер. Күріш, бидай, тағы басқа дақылдар көлемін көбейтіп, сүт фермасын ашып, халықтың әл-ауқатын біршама көтеріп тастапты. Бірақ НКВД колхоз, жаңағы кәріс колхоз басшыларын бір күн түнде алып кетіп, қамап, содан шаруа божырап, ауылдағы кәрістер, жұмысшылар қалаға қарай ығысыпты. Менің әкем айтып отыратын, марқұм, Құдайдың көрсеткен көмегі ырзығы шығар, елдің несібесі шығар, ауыл тұрғындарын қиыншылықтан сақтап қалған көксу арнасы деп отыратын. Қарт ақсақалдардан келе жатырған әңгіме де осы әңгімені айтып отыратын. Көксу арнасы нөмірі 15-ші разъезд Сұлтөбенің бер жағында. Тұсынан дариядан бастау алып, сай-сайды қуалап, Оспан көпірі тұсынан өтіп, ауылдың сырт жағынан жағалай көлді, сай-сайды суға толтырып, Ақтоған, Қаракеткен, Күмісөзек, Айқынбай, Әйімбет, Медетбай, Наркеткен, Ағайын, тағы басқа жерлері арқылы Қараөзекке құятын. Енді Көксуды жағалай қыпшақтар, жаппастар қоныстанып, шаруаларын шалқытқан екен. Қап-қап балық аулап, қоян, үйрек, қаз, тіпті қаз, басқа да аңдар аулап, қарық болып жататын. Тіпті қала тұрғындары да осы Көксуды аралап күн көретін. Көксу десе Көксу мөлдір судың табанына дейін көрініп тұратын. Ұлы Отан соғысы жылдары ауылдың қосқан үлесінің өзі бір төбе. Ауылдан 170 азамат соғысқа аттанып, оның 150-дейі оралмаған. Ауылда Сталин атындағы детдом ашылған. Ресейдің қала деревняларынан келген жетімдер тәрбиеленген. Айтпақшы, сол детдомда Фаткулдинов, Мұсағалиев, Қарадосов деген белгілі азаматтар тәрбиеленген екен. Енді қауіпсіздік шарасы есебінде Сырдария райисполкомы соғыс жылдарында ауылда жасырылып жұмыс жасаған екен. Соғысқа көмек ретінде Қоянов, Шоқатай деген атамыз қаржылай танкіге ақша аударған екен. Оны менің әкем соғыс кезінде передовойда радиодан естігенмін деп отыратын марқұм. Ауылға Абай атауы берілуі
1950 жылдар болу керек. Сол кездерде совхоздар құрыла бастады. Сондықтан мына жаңағы майда ауылдарды басын біріктіріп совхозға айналдырды. Кілем жайған, Жыңғылдыкөл, Интернационал, Қазірес, тағы басқа ауылдарды біріктіріп совхоз болды. Абай атындағы совхоз. Енді сол кездердегі белсенді ақсақалдар болды. Махамбетов, Жүсіпбек, Сүйінбаев, Аймағамбет колхозбастық болған, Қожбанов, Бейтлеу, Оразбаев, Әбітай ақсақал, бұл да ауылда колхозбастық болған кісілердің бірі. Енді қысқаша ауылым туралы айтар жаңағы айтар сөздер көп, әңгімелер. Бірақ енді қысқаша осындай деп мен осымен доғарсам деп отырмын.